Баршаңызға сәлем. Менің күнделікті видеоларымды қарап отыратын достарым, сіздерге филені қалай қызартып маринадтауды бүгін түсіруге жөн көрдім. Осындай маған сұрақтар келген екен. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, каналымды қолдап кетіңіздер. Алдымен осындай филені алып, ерітіп, мұзынан дұрыстап тұрып жуып аламыз. Мұздай суға. Осының қазір маринадын жасайтын боламын. Ыдысыма кез келген приправаны салатын болам. Мында менде құстарды маринадтауға арналған приправа. Осының үстіне паприка салам. Үстіне сұйық май құям. Тұз салам. Дұрыстап тұрып араластырып аламыз. Міне әдемі қызыл түсті маринад дайын болды. Енді осыны жаңа дайындап алған құстарымыздың үстіне жағатын боламыз. Барлық жеріне тигізіп, осылай жағып аламыз. Пешіміз қызғанша маринадта осылай 10-15 минут тұратын болады. Пешіміз қызды, енді противенге осылай орналастырып жиырма 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Достар, менің филем осындай әдемі болып қызарып пештен шықты. 25 минут ұстадым пеште. Дайын болды.